Оқушылар, бүгінгі сағатты бастамастан алдымен бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлайық. Ол үшін бір-бірімізден тілек арнаймыз. Яғни басыңғы әрпімізден бастайық. Жақсы. Өдір. Жолы ашық болсын. Мейірімді бол. Сенімді бол. Айналаңа барыңды шашып бер. Сұрақтарға іркілмей жауап бер. Жақсы. Әрқашан армандарыңа жеткізу. Өте жақсы. Бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлаған болса, онда отыра қояйық, иә? Енді оқушылар топқа бөлу үшін қарапайым әдісті қолданайық, яғни саны арқылы топқа бөле қояйық. Яғни 1, 2, 3 сандар арқылы саналауымызды айтыңыз. 1. Жақсы. Кім бірінен ол яғни бірінші топқа келеміз. Екіден екінші қатарға, үштен үшінші қатарға қалаймыз. Екі бұнда олар екі, үштен бұнда келеміз. Болды ма? Барлығыз орналастық па? Жақсы. Болса, барлығыз отыра қойып, ең алдымен өткен тақырыпты қайталап алайық. Ол үшін алдымен сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, бесік сұрақтар. Жауап дайын оқушылар қол көтеріп жауап берсеңіздер болады. Бірінші сұрақ, дүниежүзілік шаруашылық жүйесі дегеніміз не? Дүниежүзілік шаруашылық жүйесі дегеніміз не? Дүниежүзілік шаруашылық жүйесі дегеніміз дүниежүзі елдері ұлттық шаруашылықтардың жиынтығы. Дүниежүзілік шаруашылық жүйесінің сыртқы шаруашылық, яғни дүниежүзілік шаруашылықтың жалпы барлығын қосқанда жүйесі деп айтамыз. Солай ма? Жақсы. Әрі қарай дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымын атаңыз. Қандай болады? Картасы болды арнайы. Ол өте білеміз. тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарығы және валюта. Қандай ол? Бөлінетін ол құрылымда. Шеткі аймақта. Қандай ол бөлінетін? Орталық сосын жартылай шеткі және шеткі аймақтар сосын және басқалар болып жүрді. Жақсы отыра қойып. Қазақстан Республикасы қай аймақ типіне жатады? Осы ішінде қай аймақ типіне жатады? Шеткі аймақ. Айдана шеткі аймақ типіне. Неге Қазақстан шеткі аймақ типіне жатқызды дейміз? Қандай тағы басқа елдер бар? Шеткі аймақ орныңыздар ма? Шеткі аймақ. Ресей мемлекеті. Африканың қатар елдері көпшілігі. Сосын айтып кем? Жаһан сауда аймағы шеңберінде оған қатысушы барлық елдердің арасындағы шектеулер және де одан бұрын ең алдымен кеден салығының алып тасталуы. Әрі қарай Қазақстанда өндіріс пен сауда саласында қандай дүниежүзілік компаниялар бар? Өткен айтылды. Қандай компаниялар бар? Абдулла? Тағы? Тағы қандай халықаралық компаниялар көп болды?
Yok, Kazakistan'da. Oturamam. Daha qanday kompaniya otur? Ya, dürüst. Coca-Cola sosun. Ya, dürüst. Apple kompaniyası sosun. Ya, McDonald's bakalım. Ha? Katlaştırılmıştık sifat var. Қалай кеттік? Халықаралық экономикалық қатынастар деп отырғанымыз. Жалпы әлем елдерінің арасында шаруашылық байланыстар жүйесі. Сіздер білесіздер, әлемде жалпы 200-ден астам, 30-дан астам мемлекет бар. Соның 191 тоғызы мемлекет. Дегенмен де мемлекеттердің арасында бір-бірімен не жүріп жатыр? Иә, байланыс жүріп жатыр. Солай ма, ол сауда жағынан, ол жаңағы тауар айналымы жағынан, ол ақша жағынан, иә, болмаса инвестиция жағынан мемлекеттердің арасында бір-бірімен байланыс жүріп жатыр. Яғни бұл экономикалық қарым-қатынас. Экономикалық қатынастардың аса маңызды нысандары бұл халықаралық сауда, жұмыс күшінің көші-қоны, капитал әкетілімі мен халықаралық несие, халықаралық валюталық несие айырбастау қатынастар, халықаралық ғылыми-техникалық және өндірістік ынтымақтастық. Бұл нысандар бір-бірімен тығыз байланысты және өзара іс-қимылда болады. Халықаралық сауда экономикалық қатынастардың жетекші санаты болып табылады. Енді негізгі түрлері, жаңа айтып отқан негізгі түрлеріміз. Ең бірінші басты нәрсе бұл сыртқы сауда. Қатынастардың ішінде ең маңыздысы сыртқы сауда. Сыртқы сауда, яғни мысалы Қазақстан мемлекеті басқа бір мемлекеттерге не істейді? Тауар не істейді? Сатады. Немесе экспорттайды. Экспорт деп отқанымыз, яғни өнімді сыртқа шығарып, импорт сырттан алу. Халықаралық туризм сіздерге, туризм олай. Der Schwarze Mann, ich meine mit. Яғни бір елдің қарыз берушісі басқа елдің қарыз алушысына табыстау мақсатында белгілі бір уақытта ақша беру. Және де қаржы қатынастарына сауда-саттық болады. Ал сауда-саттықтың алтын ол аукциондар. Аукциондар бұл алдын ала белгіленген уақытта және арнайы көрсетілген орында жария сауда жолымен аукциондарға қойылған тауардың сатылым несие асыратын арнайы компаниялар. Несие жүйелері мүліктерді пайдаланып, қайтару үшін әдетте пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар ретінде берілетін пайыз. Оның несие алушы мен несие берушінің арасында белгілі бір экономикалық болады. Капитал бұл адам баласының қолымен жасалған ресурстар, және оны тауар мен қызмет өндірісінде қолданады. Келесі стоп. Несие дегеніміз капиталды ақшалай немесе тауар түрінде Яғни
bir elden qarz beruvchisi boshqa eldan qarz oluvchisidan ravshlama maqsadida belgilangan vaqtda endi qarshi qatnashlardan auksionlar bu aldın ala belgilangan vaqtda және aldın ala belgilangan vaqtda және arnайы belgilangan орында жария сауда жолымен аукциондарға қойылған тауарды сатудың іске асыратын арнайы компаниялар. Несие жүйелері мінезінің бөліп пайдаланып, қайтару үшін әдетте пайыз төлеу шартымен ақша немесе тауар ретінде берілетін қарыз. Оның несие алушы мен несие берушінің арасында белгілі бір экономикалық стандарттар болады. Капитал bu адам баласының қолымен жасалған ресурстар, және оны тауар мен қызмет өндірісінде қолданады. Жалпы несиені қажеттілік сыналған қаржы уақытын қанша уақытта беріліп, жиналған сәтте адамдар сол несие арқылы Жақсы отыра біліңіздер. Келесі топ. Сонымен жинақтап қойып, халықаралық экономикалық қарым-қатынастың артықшылықтары сауда-саттықтың жақсы жүреді. Келісеміз ғой, иә? Мемлекеттер арасында сауда байланыс болмаса, онда мүлдем экономикалық қарым-қатынас болмайды деген сөз ғой. Бірнеше салалардың жақсартуы, жаңа айтып кеткендей, мысалы тек қана сауда емес, сонымен қатар отын энергетика саласында, ауыл шаруашылығы саласында, экономиканың дамуы жалпы дұрыс, шаруашылықтың жиі байланысының артуы, яғни бір-бірлерінің арасындағы, мысалы, отын энергетика қандай саламен байланысады, мысалы? Мұнай саласы бір-бірлермен байланысады, солай ма? Сосын, нақты кемшіліктер керек, яғни несие алу, бір мемлекеттер арасында қаржылық несие өтей алмай қалған жағдай орын алуы мүмкін. Валюта тәуелділігі, мысалы, біз жалпы әлем экономикада біз доллардың несі ықпалы жоғары, солай ма? Біз экономика тікелей әсер етеді. Валюта доллар артып кетсе, онда тауарда несі артады. Экономикалық артықшылық түрінде жатады. Халықаралық туризм, қызмет көрсету, капитал, халықаралық сауда. Шетел жүктемелер өз порттарына қабылдайды, жүктер басқа елдерге өткізуде қызмет ететін елдер. Яғни қайсысы болады? Дегеніміз бар, жауап, қызмет көрсету. Тез-тез орындаймыз. Жақсы, Виктория айтады. Келесі Жапония мемлекеті әлемде робототехника саласы бойынша көш бастаушы. Қайсысы? Ғылыми техникалық байланыс, орнына келтіру жұмыстар, қызмет көрсету, несие, қаржы. Дұрыс жауап, ғылыми техникалық байланыс. Әрі қарай, жаңа халықаралық қаржы орталығы бірнеше ОПЕК елдерінің базасында орналасқан. Мұнайдан түсетін негізгі кіріс басты шығындарында. Қызмет көрсету салалары, орнына келтіру, ғылыми техникалық байланыс, капиталды шығару. Cevap Sami'dandı. Var. Samine almanya'da yapacaksın. Әрі Liberiya тасымал бойынша су арқылы да, құрлық арқылы да бірінші орында. Liberiya тасымал бойынша су арқылы да, құрлық арқылы да бірінші орында. Африкада орналасқан мемлекет. Халықаралық сауда, капитал, қызмет көрсету, туризм.
ұйымы құрылған, оған қанша мемлекет кіреді? 230-дан астам, 140-ға жуық, 90 астам, 300-ге жуық. Ұйымға неше мемлекет мүше деген сөз бар? Жауап 100%-ға. Әрі қарай. Келесі, халықаралық сауда неден тұрады? Экспорт және импорт, банк, қаржылық ұйымдар, халыққа қызмет көрсету орталықта әлеуметтік инфрақұрылым нысандары. Оңай неден тұратыны? Дұрыс жауап экспорт және импорт. Әрі қарай 8-ші сұраққа тауарлар мен бағалы қағаздардың сатылуы. Банк жүйесі, аукцион, сауда, биржа. Тауарлар мен бағалы қағаздардың сатылуы. Банк жүйесі, аукцион, сауда, биржа. Валюта нарығы қандай биржа түрі болып есептеледі? Валюта нарығы қандай биржа түрі? Мана биржаның түрлері бар дедік қой. Еңбек, тауар, валюта, қор. Не керек қояды? Жауап валюта. Және соңғы сұраққа келіп, халықаралық туризмде көш бастаушы мемлекет. ақш, Франция, Малайзия, Италия. Ойланды. ақш, Франция, Малайзия, Италия. Жауап Франция. Франция жауабын қойды. Жақсы. Енді қарай. Нәтижені қарай. Мансұр, өте жақсы. Осы жақта қойды. Екінші Айдана және бірінші Сабина. Жақсы, балдар енді бүгінгі сабаққа келген болсаңыздар кел байланысып берейік. Бүгінгі сабақта, яғни берілген үй бойынша нені білдім, нені білемін, нені білдім және нені білгім келеді. Таза қойыңыздар. Нені білемін, бұрын не білдіңіз?